Ата-ана әрбір перзентін өмірге алып келген кезде мейірімді ана өлім мен өмірдің ортасындағы сәтте болады. Қаншама аналар сол сәби баланы дүниеге алып келемін деп өмірден өтіп кетеді екен. Әр перзентін өмірге алып келген кезде ата-ананың қаншама денсаулығынан айырылады екен. Осы мәселеде Алла Тағала Құран Кәрімде хамалаха курхан ва вадаха курхан дейді. Біліңдер, мейірімді ана баласына жүкті болған кезде қиыншылықпен жүкті болады. Баласын өмірге алып келетін кезде вадаха курхан қиыншылықпен дүниеге алып келеді деп айтты Алла Тағала. Сол әрбір перзентін өмірге алып келген кезде мейірімді ана бір мәрте өліп тірілгендей болады дейді. Сол балаларының әйтеуір қартайған шағында балаларымның қызығын көрсем екен, балаларым әйтеуір бір-бірімен мейірімді болса екен деген әрбір ата-ананың жүрегіндегі дұғасы бұл. Алла Субхана ва Тағала бір отбасыда бірнеше ағайын балаларды нәсіп етіп балаларды бергеннен кейін перзентін, оларға біреуіне Алла Тағала мейірім беріп қояды екен, біреуіне Алла Тағала дүние беріп қояды екен, біреуіне ақыл, парасат беріп қояды екен. Әр қайсысының деңгейі әртүрлі болады. Апаларымыздың сөзі, баланы тусанда оның мінезін туған жоқпын дейді. Әр баланың мінезі әртүрлі болады деп айтқан. Енді сол мейірімді ағасы болса, інілері сол мейірімділіктерін тыңдап, сол ағасынан кеңесу керек. Ортаңғы бала, бауыры, Алла Тағала оған қолын ұзартып дүние берген болса, ол дүниеңізбен тәкаппарланбаңыз. Басқа бауырларыңызға қарағанда Алла Тағала сізге сол нығметті берді. Жақсы көргендіктен берген жоқ. Екінші бауырыңызға да Алла Тағала оны жек көргендіктен дүниеден Алла Тағала тосып қойған жоқ дейді. Екеуі де сынақта екен. Сол ортаңғы бауыры бәлкім басқа бауырларына оларға қол ұшын беріп, оларға қайырымдылық жасап, бауырларын әрдайым ойлап, кішкентай балалық шағында ойлап жүргеніндей, есейген кезде де бауырларын ұмытпай қайырымдылық жасайтын болса, Пайғамбар алейхиссалам айтады, біліңіздер, садақаның ең қайырлысы, садақаның сауабы ең молы болатын, ол бауырларына жасалынған көмегі дейді Пайғамбар алейхиссалам. Және Пайғамбар алейхиссалам Алиға айтады, әй Али дейді. Пайғамбар алейхиссалам айтады Алиға, әлә адуллука, мен саған бір жақсы сауап болатын амалдың жолын үйретейін ба дейді. Али радхануқа. Әлә адуллука, ан-акрама ахлақил фид-дуnya вал-ахира. Мен саған үйрететін сол амал, біл Али, осы өмірде де, ақыретте де өте құрметті адам боласың сен, абыройлы адам боласың деді. Я Расулалла, үйретіңіз қандай амал деген кезде Пайғамбар алейхиссалам айтты, фалияси рахмаху. Ағайын туысымен жақсы қарым-қатынаста бола бер деді. Ағайын туысымен жақсы қарым-қатынаста болатын болсаң, мына өмірде абыройлы боласың деді. Ақиқатында ағайын туысын сыйлаған адам ешқашан абыройдан айырылмайды екен. Алла Тағала оған сондай бір қасиет беріп қояды, адамдар өзі абырой жан-жақтан оған келе береді екен. Және ертең ақыретте де Алланың алдына барған кезде ол адамның жүзі жарық болады екен. Өміріңіздің ұзақ болғанын қаласаңыз, ризығыңыздың мол болғанын қаласаңыз, және соңғы ақтық сапарыңызда иманда, исламда өмірден өтуді қаласаң дейді, онда Пайғамбар алейхиссалам фалиясли рахимаху. Онда ағайын туыспен қарым-қатынастарыңызды күшейте беріңіздер, жақсылай беріңіздер. Осы ағайын туыспен қарым-қатынасымыз, бауырлар, біздің өмірімізге берекет береді екен. Балгер бақсыға барып, жолыңызды ашырудың қажеті жоқ. Жолымды ашып бер, менің бизнесім тоқтап қалды, сол бизнесім қайтадан жүріп кету үшін бір дұға оқып бер, тұмар жазып бер дегеннен көрі, ғұламалар айтып жатыр, ол нәрсеге бармаңыздар дейді. Бәлкім жолыңыз тоқтап қалды ма, демек сізді ағайын туысыңызбен мүмкін араздық болып жатқан шығар. Ағайын туысыңыздың арасында мүмкін сізге деген өкпе, реніш бар шығар дейді. Барып, ағаңыздың атынан алдына барып, кешірім сұрап, жағдайын жасап, оның батасын алып, ағатай бір ағаттық жасадық, бір ашуыңызды беріңіз деп жолын жасайтын болса, Пайғамбар алейхиссалам айтқандай, сөзсіз ол адамның жолы қайтадан ашылады екен. Ол адамның қайтадан ісі алға баса бастайды, және Алла Субхана ва Тағала оның ризық несібесіне де сөзсіз берекет беретіндігіне ол адам кәміл сену керек дейді. Кімде кім ағайын туыспен жақсы қарым-қатынасты орнатпайтын болса, онда Пайғамбар алейхиссаламның екінші бір хадисін былай деп айтады. Кімде кім ағайын туыспен араздасып, онымен араласпай қоятын болса, ондай адамға жәннаттың иісі 1000 жылдық ара қашықтықтан келіп тұрады деп айтқан.
Ғұламалар айтады, ол 1000 жыл осы өміріміздегі 1000 жыл ма? Жол ақыреттің санағы бойынша 1000 жыл ма, Аллаху алам дейді. Алла біледі қай 1000 жыл ол. Хадисте осылай келген. Екінші бір хадисте кім туысқандарымен алыс берісті кесетін болса, араласпаймын осымен, сендей туысың болмай-ақ қойсын деп қолыңызды сілтейтін болсаңыз, дейді пайғамбар алейхиссалам, ондай адамдар жәннатқа кірмейді деп айтқан. Жәннатқа кірудің жолы, құрметті жақсылар, ағайын туысымызда тұр екен. Ағайын туысымызбен жақсы болу, бұл ата-ананың көзінің қуанышы екен. Алла субхана ва тағала біздің жүрегімізге иман білгеннен кейін, біздер дін исламға келгеннен кейін, дініміздің негізгі мақсаты адамдарды осы өмірде бақытты етсе, көршімен жақсы тұрғызу, ата-ананы құрметтеу, және соның ішінде ағайын туыста бір-бірімен жақсы қарым-қатынасты орнату жайында шариғатымызда қатты осындай үндеулер айтылады.